Таң атып келеді. Күн сәулесі орманға жайлаттырайды. Құстар ән салады. Жануарлар өз тіршілігімен әлек. Құмай аспанда қалықтап ұшып жүр. Арлан қасқыр таудың басында тұр. Біздің орман бәрі осы тыныштықпен басталады. Бірақ менің жүрегім бірдеңені сезеді. Түстен кейін Саққұлақ пен Тұмар орман шетінде түтінді байқайды. Қара, аспан қарайып бара жатыр. Бұл жай бұлт емес, бұл түтін. Өрт басталған сияқты. Осы сәтте Саққұлақ пен Тұмарға зәрлі де келіп жетеді. Алаңдамаңдар, бұл жаңа фабрикадан шыққан түтін ғой. Өрт емес, уақытша ғана. Бірақ түтін қоюланып, орманға қарай жайыла бастайды. Өрт орманға жайылып, жануарлар үйден тысып қашуға мәжбүр болады. Қаракөз кішкентай аю баласын іздейді. Бұршақ ағаш басында қалып қояды. Арлан мен Тұмар оларды құтқаруға асығады. Менің балам, ол үңгірде қалған. Жалынам, табыңдар. Біз оны табамыз. Бәріміз бірге болсақ, аман қаламыз. Орман отқа оранады. Жануарлар ашық далада жиналып бір-біріне тығылады. Жасқанша алғаш рет жануарларға қосылып, жалғыз емес екенін сезінеді. Мен де қорқамын, бірақ жалғыз қалғым келмейді. Біз енді біргеміз. Ешкім жалғыз қалмайды. Жануарлар фабрика маңына барып үнсіз отырады. Олардың күйін көрген бір бала сумен тамақ әкеледі. Адамдар ойлана бастайды. Біз кек алуға келмедік, тек үнсіз жан айқайымызды жеткізгіміз келеді. Орманнан бір бұрыша көктей бастайды. Жануарлар жаңа үйлер салып, жаңа өмір бастайды. От бәрін жойды, бірақ өмірді қайта бастауға болады. Себебі біз тіріміз. Бұл біздің сонымыз емес. Бұл жаңа бастау.